Сәлем баршаңызға, мен YouTube каналыма қош келдіңіздер. Мастер-класстарда үйрететін омлет на мясной рулетін рецептімен бөлісетін боламын. Ыдысқа жұмыртқа және де тұз қосып араластырамыз. Содан соң манка қосамыз. Майонез. Және де үкіштен өткізілген сырды қосып араластырамыз. Міне осындай бізде қоюлықта болу қажет. Енді противеньге пергамент қағазын төсейміз. Мен фрекенбоктың пергамент қағазын қолданамын. Рулеттерге прям жабыспай күшті болып шығады. Даже май жағудың да қажеті жоқ негізі. Осылай 4-3 етіп жайып шығамыз. Және де 180 градуста қыздырылған пешке 10-15 минутқа қоямыз. Келесі енді салмасына кірсек, 300 граммдай фаршқа қуырылған шуаны қосамыз, қуырып аламыз. Одан кейін тұз және де қара бұрыш қосамыз. Басқа ешқандай специя қосудың қажет жоқ. Осымен де өте дәмді болады. Енді араластырамыз. Міне осындай бізде салмасы. Және де біздің жаңағыдай омлетіміз дайын болғаннан кейін осылай сәл 5 минуттан кейін осылай орап қоямыз. Суығанын күтеміз. Содан соң салмасын саламыз ортасына. Міне осылай фольганы қойып фольганың үстіне қоямыз. Салмамызды саламыз. 300 граммдай фарш жарайды. Шанышқының көмегімен осылай жайып шығамыз. Дальше видеодағыдай жасаймыз, ораймыз. Фольгаға орап, екі жағынан бүктеп қоямыз. 180 градуста қыздырылған пешке 30-35 минутқа қоямыз. Міне біздің рулетіміз дайын болды. Жасап көріңіздер, холодныйға қойсаңыздар өте керемет болып шығады. Сіздермен бірге болған мархабат.